Туризмді дамытуда Өзбекстан жаңа белеске көтерілді. Жұбайы және 5 баласымен бірге шығысқа көшіп келген көп балалы отбасы жаңа мекеннен өз орындарын тапқан. Алматыда ауаны ластап жатқан нысандарды анықтайтын 20 мобильді станция сатып алынады. Дәстүрлі әнші Қайрат Қабышев ұлттық өнер тарихында ерекше жетістікке қол жеткізді. Ассаламағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен бірге Алтай Лайф. Туризмді дамытуда Өзбекстан жаңа белеске көтерілді. Халықаралық ұйымдардың дерегіне сүйенсек, көрші елдер туристер легінің өсу қарқыны бойынша әлемдегі үздік бестікке енген. Биылғы 5 айдың өзінде елге келген шетелдік қонақтар саны 5 миллионнан асты. Әрмен қарай жасанды интеллект әріптесім Айжан жалғастырсын. Біріккен ұлттар ұйымының туризм жөніндегі ұйымы жариялаған мәліметке сәйкес, Өзбекстан туристік ағынның өсу қарқыны бойынша әлемдегі үздік 5 елдің қатарына кірді. Биылғы мамыр айының өзінде көрші елге 1,3 миллионнан астам шетелдік турист келген. Ал 2026 жылдың алғашқы 5 айында Өзбекстанға келген туристер саны 5 миллион 352 мыңнан асты. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1 миллион 148 мың адамға немесе 27,3%-ға жоғары. Бұл туралы Өзбекстанның туризм комитеті хабарлады. Ал Өзбекстанның бюджеті туризмнен түскен табыс 6 айдың қорытындысы бойынша 2 миллиардтан астам долларды құрады. 2025 жылдың шілде айында мемлекеттік қоныс аудару бағдарламасы аясында Алматы облысынан Шығыс Қазақстан облысы Үлкен Нарын ауданының Алтынбел ауылына қоныс аударған Арайлы Мұқашева бүгінде жаңа ортаға бейімделіп, ауыл өміріне белсене араласып келеді. Жұбайы және 5 баласымен бірге шығысқа көшіп келген көп балалы отбасы жаңа мекеннен өз орындарын тапқан. Қазір Арайлым Алтынбел ауылдық клубында мәдени ұйымдастырушы болып, еңбек етіп, концерттік бағдарламалар дайындап, мәдени көпшілік іс-шаралар мен шығармашылық кештер өткізеді. Отбасымен бірге өңірдің дамуына үлес қосып жүрген ол қоныс аудару бағдарламасының игілігін көріп отырған отбасы жайлы толығырақ сюжеттен тамашалаңыздар. Мен 2025 жылы июль айында көшіп келдім. Бір жыл болып қалды тұрып атқаныма. Көшіп келген кезде өкімет тарапынан бір реттік 70 мың рупия адам басына отбасымызға төленді, қайтарымсыз. Одан кейін қазір жалдамалы пәтерде тұрып жатырмын. Өкімет соны төлеп беріп жатыр, арендный жилье дейді ғой. Жұмыс берді. Осы жаққа Алматы облысынан көшіп келдім. Себебі кішкентайым не ғой, экология жақпады, сондықтан аллергетик. Осындай таулы жерлерге көшу керек болды. Осы Шығыс Қазақстанның табиғаты, несі ауасы таза болғаннан кейін осы жаққа көшіп келдік. Отбасыңыз неше бала? 5 бала. Отбасымызда 5 балам, жолдасым құрылыс саласында жұмыс жасайды. Алтынбел ауылдық клубында мәдени ұйымдастырушы болып жұмыс жасаймын. Өз жұмысым өзіме ұнайды. Мына жерде ылғи андай үлкен концерттік шаралар өткіземіз, концерттер. Ауылдық клубы ғой, иә, ауылдық клуб. Барлық іс-шара нелердің бәрі осы жерде өтеді. Концерттік бағдарламалардың бәрі осы жерде өтеді. Өзім де айтамын, осы неде, одан кейін жүргізушімін өзім. Бағдарламаның бәрін өзім жүргізем. Меселадым, мәбелетін, олғызынды жетеледім. Алматыда ауаны ластап жатқан нысандарды анықтайтын 20 мобильді станция сатып алынады. Қалалық экология және қоршаған орта басқармасы өкілдерінің мәліметінше, бүгінде Алматыда 16 стационарлық бақылау бекеті жұмыс істейді. Алайда олар қаланың барлық ауданын толық қамтуға және ластану көздерін жедел анықтауға мүмкіндік бермейді. Осы мәселені шешу мақсатында 20 мобильді экологиялық станция сатып алу жоспарланып отыр. Бұл қаланың кез келген нүктесіне орналастырылып, ауа сапасы туралы деректерді нақты уақыты режимінде анықтауға мүмкіндік береді. Атап айтқанда көлік жүктемесінің әсері, өндірістік нысандардың қызметін немесе жеке секторда қатты отынды пайдалану салдарынан туындайтын ластану деңгейі бағаланады. Димаш Құдайберген және Қазақстан менің өмірімді қалай өзгертті атты кітабының авторы Эстер Ульмани Ақтөбеге келді. Әншінің швейцариялық жанкүйерін ұстаздары мен мектеп оқушылары күтіп алды. Мектептегі жазғы лагерде тәрбиеленіп жатқан балалар тау ішінде әніне билеп,
таңғы жаттығуын жасады. Кейін швейцариялық мейман мектеп мұражайына кіріп, білім ордасының тынысымен танысты. Мұнда Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайбергенге арналған арнайы бұрыш бар. Онда фотосуреттері, әншінің оқушы кезіндегі сынып журналы мен жанкүйерлері сыйға тартқан кәдесыйлар сақтаулы. Швейцариядан келген Эстер Ульмани қазақша сөйлейді екен. Ол қазақ жеріне күтіп алған ұстаздар мен оқушыларға алғысын жаудырды. Қызылордада достық үйінде көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаевтың өмірі мен еңбек жолына арналған Сапарбаев тұлғасы кітабының таныстырылымы өтті. Аймақ басшысы Бердібек Сапарбаевтың ел дамуына сіңірген еңбегіне тоқталып, оның мемлекеттік қызметтегі өнегелі жолы жас ұрпаққа үлгі екенін атап өтті. Кітаптың құрастырушы Абай Сейфуллаұлы. Бердібек Мәшбекұлы мемлекеттік қызметтің түрлі сатыларында абыройлы еңбек етіп, сындарлы кезеңде халық пен билік арасындағы өзара түсіністік пен сенімді нығайтты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, премьер-министрдің орынбасары, Қызылорда, оңтүстік және шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Жамбыл облыстарының әкімі ретінде ел дамуына зор үлес қосты. Семей қаласындағы Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармонияда дәстүрлі әнші Қайрат Қабышев ұлттық өнер тарихында ерекше жетістікке қол жеткізді. Сағат 10:00-де басталған өнер марафоны 15:29-да аяқталып, әнші 5 сағат 29 минут бойы үзіліссіз 102 дәстүрлі ән орындады. Бұл Қазақстанда алғаш рет тіркелген ерекше рекорд. Бір орындаушының бірнеше сағат бойы тоқтаусыз 102 ән орындауы дәстүрлі ән өнеріндегі айтулы оқиға ретінде тарихқа енді. Осымен сіздерге айтар жаңалық тәмам. Құрметті көрермен, сіз әлеуметтік маңызды оқиғаның куәсі болсаңыз, фотосуреттер мен видеоларды экранда көрсетілген телефон нөміріне жібере аласыз. Бүгінгі эфирімізде еліміздегі және күллі түркі әлеміндегі маңызды жаңалықтарға тоқталып өттік. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.